Қызылордадан қайтып келе жатырмыз, жігітім екеуміз. Кешкі уақыт. Қарнымыз ашқан соң Түркістанға кіріп, тамақтанып кетейік деп шештік. Бірақ Түркістанда қай кафе бар екенін, оның орналасқаны қай жерде екенін, дәмді ма, дәмсіз қылып істейтінін ба, рейтингтері қандай екенін мүлдем білмейміз. Сондықтан керуен-сарайға қарай бара берейік деп шештік. Біз Шымкентке бара жатқан жолдан Түркістанға кірдік, тамақтанып алайық деп. Ұлттық тағамдар орталығына, караван-сарайға келдік. Жел болып тұр, салқын дала. Жаз болғанда бұл жерде адам көп болатын еді. Қазір енді барлығы сабақта, жұмыста. Адамдар да жоқ енді. Тып-тыныш болып тұр. Біз Тандыр деген кафеге келдік. Тамақтануға. Екінші этажына көтеріп бара жатырмыз. Çay Tashkentский 900 ekan. Апельсиновый чай var ekan. Zеленый чай 350, черный чай 350. Qanday ishamiz? Sen qanday ishlaysan, qanday ishlaysan? Men ishlayman. Sen şaşlık jemiysan mı? Bularda asıl yok ekan. Besh barmoq bilan javob yeyapman. Bassayım mı? Казан кебаб из говядины мı, баранины mı? Mağam cüsün var. Sen kaçlık alıp çıktın mı? Kaçlık? Maşallah alıp çıktın mı? Bir besh barmoq. Отдельно не жоқ па сіздерде асып? Анау сүт шайда қандай сүт қосады? Лактель? Bir besh barmoq, bir қазан кебаб, баранина. Bir лепешка и bir сүт шай. Лепешка кішкентай болады. Иә, бала жетеді. Иә.
Ошо 750 теңге турады. Үйде 750 теңгеге 1 литровый лактель алып, 2 литр шай шығарып содан. Yok satı verip gitsin. Ya той қанша ішетін еді ғой. Burç Khalifa емес пе? Әр столға стакан, қасықтарын, тарелкаларын, тұз, соевый соус, уксус, салфеткасын қойып қойыпты. Қана. Барлық столдарға сөйтіп дайындап қойғанда, қасық әкел, вилка әкел, шағында әкел, кішкентай қасық әкел деп шақырып отырмайсың официантты. Я, өте қолайлы қылып жасап қойған екен. Қазан кебап. Қойдың етінен, міне бешбармақ сорпасымен. Лепешкасы. Жұмсақ ыстық екен. Yani kешіккенге қамырды пісіріп жатқан шығар едім да. Сөйтсем қамыры сәл жылы, вообще сорпаға салып алған ойдым соған қарағанда. Pişirip nerede koydun?
Неме кылсаң? Аппарат болма. Жалғыз ұл деп айтады еді, оның хотя бы қыздары, балалары бар ғой деймін да. А bu da действительно жалғыз ұл. Ғалымда. Көршілердің балдарын ұрып өседі. Ал біз тамақтанып шықтық, бірақ маған ұнаған жоқ. Өйткені 10 минуттан кейін әкеп берді бізге заказдардың барлығын. Қамырды әшейін сорпаға салып алған, жылы. Еті де жылы, суып қалған почти что. Қуырдағы да сондай. Біз Мақтарал деген кафеге барғанбыз, күйеуім екеуміз. Былтыр ноябрь айында Стамбулдан ұшып келе жатқан кезде через Ташкент ұшып келдік. Сол кезде Ташкенттің границасынан өткен екен, Черняевкадан шығып Мақтарал деген кафеге бардық. Таң сағат 4-те. Сол кезде бешбармақ заказ бергенбіз. Ол кезде сол 10 минуттың ішінде әкеп берді бешбармақты. Бірақ кәдімгідей дайын қамырды сорпаға пісіріп алып келді. Сол піскен сорпаға қайнап тұрған сорпаны құйып әкеп берді. Енді анау бешбармақ ыстық болып келді. Ноябрь айында ыстық бешбармақ, ыстық сорпа айранымен ішіп жегенбіз. Ол жердегі енді кәдімгідей үйдің бешбармағы сияқты болды. Мына жерде ол піскен қамырды қайтадан жылытқан, ол үйісіп қалған, жабысып бір-біріне дұрыс жылымаған, мұздай болып тұр. Мен жылы тамақты жей алмаймын. Маған ыстық болып тұру керек. Бірақ сүт шайлары тәтті. Қою кәдімгідей сүт шай. Сүт шайын енді жақсы қылып ішіп алдым. Осындай Тандыр деген кафе. Біз Шымкент қаласына қарай шықтық. Түркістан қаласына үлкен-үлкен рахмет. Түркістанның көшелерін, әдемі мүсіндерін түсірдім. Соны тамашалаңыздар. Менің каналымды қолдап кетіңіздер, достар. Осыменен бүгінгі менің видеом бітті. Келесі мен видеоларында кездескенше сау болыңыздар.